Әрмен қарай кеттік. Көрші қаладан біздің қалаға Теміртау қаласы, Теміртау құрамасы. Қарсы алыңыздар. Батыр жұмыртпақ үшін айтуға хақым бар. Сыбалар құлаққа іштегі сол бір ой. Халық жауы кешегі жоқ күнде де атылар жазасын осы мұңым қауіпті қақпақ. Қазақстан бойынша экологиясы ең нашар қалалардың бірі Теміртау қаласынан келіп тұрмыз. Теміртау қаласы сіздерге қалай таныстырсақ екен? Мынау тырнақ кішкене өскен кезде астына жиналады ғой. Вот сол Теміртау. Мынау кішкене жас келіп қартайған кезінен шынтақ қараяды ғой. Вот сол Теміртау. Сосын Рэмбо мына жеріне өйтіп қарағып жағып алады ғой. Соны неге жағады екен? Сосын мынау тамақ ішіп отырған кезде үстелдің үстіне келіп әже өзінің тряпкасымен сүртіп кеткен кезде содан кейін қалатын иіс бар ғой. Вот сол Теміртау. Или оған түсінбесеңіздер, мынау жазды күні 40-шы автобустың ішіне шығатын иіс бар ғой. Вот сол Теміртау. Ассалаумағалейкум қарағандар! Жігіттер, зато Теміртаудың бір плюсы бар. Қандай? Теміртау қаласында жемқорлық жоқ. Біздер оны давно жеңіп тастағанбыз. Қалай? Мына Қазақстан бәрі жемқорлыққа қарсы күресіп жүргенде, біздер теміртаулықтар жайлап жемқорлықтың жағына қарай өтіп алдық да Теміртауға қарсы күрестік. Теміртауды жеп бітіріп тастадық. Сосын орнына жаңа Теміртау тұрғыздық. Вот, осы идеяны бір кісі естіп алып, жаңа Қазақстанның қарам деп жүр ма? Енді бізде экология нашар болғанмен, бізден де танымал тұлға, жалпы мақтанатын тұлғалар шыққан. Оның бірі және бірегейі, жалпы сөйлесе халықты аузына қарататын, әр тойдан шапансыз қайтпайтын супер тамада Сабыржан шыққан ма біздерден? Ол кісі деген, мынау жағдайы кішкене төмен, көп балалы асабалардың біразын сценариймен қамтып жүрген кісі. Одан кейін түсіндірейші Сабыржанның кім екен? Ол тамадалардың бір мәшһүр Жүсіп болған. Өнер жолын бастап атқан жас асабалар Сабыржан ағамыздың басына түнеп зиярат етеді. Сен әкеңді бүйтіп мақтамайсың ғой. Бізден Назарбаев шыққан ғой, Назарбаевпен неге мақтанбаймыз? Тап қазір Сабыржанның лицосы мықтырақ болып тұр, соны айтып қалайық. Ендеше Сабыржанның шәкірттерін бастаймыз ге? Сонымен көреміз, Ресейден келген қашқындарды біздің ауылға апаратыңыздар ұстап алсаңыз. Кел, Москваны көрсетші бірейін саған. Сонымен көреміз, дәрігердің приемында болған жағдай. Мына прием қалай саған? Әр ортада өзінің кемшілігін білетін осындай балдар болады. Ассалаумағалейкум өргенде, кек төретсеге үйге кір. Сонымен көреміз Африкада болған жағдай. Келдер жігіттер, тикток барлығымыз білетіндей, мектептегі вальс көптеген оқушылар үшін үлкен шанс еді. Сонымен көреміз күзгі бал. Жалпы физикадан бері жүргеніңізге көп болды ма, апай? Сонымен көреміз өтірікті қатты айтатын отбасы. Жексұрын, не істеп жүрсің? Сағат деген 100 болды, сабағына кешкенсің. Ту, мама, сабақ бүгін 100-жарымда ғой. Барлығымыз білетіндей, жақында Қазақстанға Рим папасы келгенде, оған біздің президент домбыра сыйлаған. Сонымен көреміз, Рим папасы үйінде. Хотите быстро и легко научиться играть на домбре, тогда оставайтесь с нами. С вами я, Өз балаңнан артық. Оңай атырken Қасым Жомарт тұр. Алло, Қасым Жомарт? Сен домбыраны маған неге сыйладың? Мен оны тартып білмеймін ғой. Бізде де оны ешкім қартып тартпайды, қабырғаны айлы жасайшы. Ay, ay, tu madre.
Сөз соңында. Қарнымның ашқанынан емес, қадірімнің қашқанынан қорқам. Қасым Жомарт Тоқаев. Ержан Қумаш, ол Қасым Жомарт Тоқаев айтқан жоқ қой? Нең бар, қыдан басалса болды емес. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қарағаладан келсе де пейілдері ақ жігіттер. Рахмет, Қарағанды. Ал, Айбатты өзің бастайсың ба? Сабыржан күшті деп атырмын. Жігіттер, жаңағы Назарбаев пен Сабыржан несін өте қате әзілі болды вообще. Сіздер білмейсіздер, 30 жылда ел айта береді, бірақ негізі ол кісінің еңбегі сіңді біздің елімізге. Негізі, это не ваш уровень дейді ғой, сол әзілді айтатын. Назарбаев жайлы айтатын, это не ваш уровень, жігіттер. Ол уровеньға жету үшін бір үлкен бір елестерді бағындырып, сосын сондай жерде айтып қалсаңдар мысалға, болады да кішкене. Бірақ олай нетуге болмайды, жаңағы төмен түсіріп ше. Еліміз соның арқасында қазір егемен ел болып отырмыз, тәуелсіз ел болып отырмыз. Сол кісінің демесем де, бірақ еңбегі зор тиді. Сосын жігіттер, номер көп, бірақ әзілі жоқ. Бір номерларын көп қойып атсыңдар, бірінің артынан бірінші, бірақ әзілі жоқ вообще. Соны қадағалаңыздар. Енді білмеймін, енді ары қарай қалай болатын жеке айтсын. Кезінде бір тренд пайда болды, бір командалар кезінде бастап кетті, туған жерін төмендету арқылы соны әзілге айналдыру формасы. Соны көп командалар қайталайды, сіздер де көп соңғы кезде қайталап жүрсіздер. Яғни қанша дегенмен әркім өз туған жері патриоты болуға тырысу керек. Басқа бір формат іздеу керек сияқты, өйткені өз көрермендерді жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Енді ойландыратын формат бұл жаңа әзілдің интеллектісі дейді ғой. Соңғы әзілдеріңіз бізді ойландырып тастады шынымен де. Сол әзілге бойы біз ақылдасатын сияқтымыз. Ақылдасамыз. Жақсы, Теміртау құрамасы